Хей, қалайсың? Сенімен бірге мен Пураники. 2019 жыл. Көптеген ютубер болғысы келетіндер осы 2019 жылы ютубе айналысудың керегі бар ма? Әлде кеш қалдым ба деген сұрақ қойып жатады. Бүгін мен саған бұл сұрақтың жауабын тауып және осы сұрақтың нүктесін қоятын боламын. Ну чё, кеттік. Я за твоя бу, я ебу. YouTube бұл өте керемет платформа. YouTube поисковой инструмент бойынша Google'дан кейінгі екінші орында тұрған хостинг сервис, хостинг, видеохостинг. Оны қалай атасам да болады? Бұл неліктен дейсіңдер ме? Себебі көптеген адамдар, соның ішінде қазақстандықтар бірдеңе керек болса YouTube'дан іздейтіні әрине бұл рас. Және алдағы уақытта маркетинг бойынша 2020 жылдары бір зат алатын болсаң, бірінші YouTube'дан қарап, типа видео обзорын қарап алып барып қана сол затты сатып алады. Бірақ та бұл 2020 жыл қазірде келіп қалған сияқты. Себебі біз бірдеңе алатын болсақ, бірінші YouTube'ға жүгінеміз. Бұл рас па? Әрине рас. Тек қана бұл заттар ғана алу ғана емес, басқа да нәрселерді қарайтын болсақ, яғни өзіміздің көңілімізді көтергіміз келсе, немесе бір музыка тыңдағымыз келсе, яғни әлемде болып жатқан жаңалықтарды білгіміз келсе, әрине біз YouTube'ға жүгінеміз. Себебі ең қызық нәрселердің барлығы қазіргі уақытта YouTube'ға салынуда. Және де осы 2019 жылы қазақша тіл бойынша контенттер YouTube'да көбеюде. Себебі 2019 жылдан бастап қазақша тілдегі контенттерге сұраныс көп болады. Сондықтан да бізді продвигаться артынды көтерді, YouTube'ға видео түсіре баста. YouTube'дан келетін пайдалардың, YouTube'дан келетін саған пайдалары өте көп. Сен сөйлеу мәнерің көбейеді. Айтқым келгенде сөйлеу мәнерің өзгереді, және жақсы жаққа қарай өзгереді. Сөздік қорың көбейе бастайды. Сенің көрермендерің пайда болады, типа сен личность болып қалыптаса бастайсың. Егер сен кезінде тұйық адам болсаң, онда сен ашыла бастайсың. Яғни мен сияқты. Және бір бөлмеде өзіме өзің сөйлесіп отырасың. Әрине сырт көзге бұл біртүрлі болып көрінеді. Және мені әлі күнге дейін мазақ қылады. Бірақ бұл привычка болатын нәрсе. Яғни айтқанда болған привыкать етіп кетесің. Әрине сөздік қоры жағынан да мен әлі көбейе қойған жоқ, себебі мен әлі күнге дейін орысша сөздер пайдаланамын. Бірақ бұл орысша сөздер сендерге орысша естіген ыңғайлылық деп ойлаймын, яғни түсінікті. Что-то мен тақырыптан алысып кетіп бара жатқан сияқты. Иә достым, қазір 2019 жыл YouTube'пен айналысатын жыл. Жай ғана болғаны нәрсе емес, YouTube арқылы өзінің қалтаңды қаржылай толтыра аласың. Себебі YouTube'дан келетін кіріс де бар. Яғни қандай сен видео түсіресің, сенің видеоларыңды көре бастайды. Және уақыт өте келе сен бұл арқылы ақша таба бастайсың, реклама сатасың, анау-мынау істейсің. Жай ғана болғаны емес, сен өзіңі күнде істейтін сүйікті нәрсеңді YouTube'пен араластыра аласың. Сен азаннан кешке дейін ойнайсың ба? Компьютерлік болсын, видеоигра болсын. Соны қалай ойнайтынды видеоға түсіре баста. Және соны қалай ойнайтынды сен видеоға түсіріп YouTube'ға сала аласың. Оны көбісі көреді, және қызықтайды. Сен тігін тіге аласың ба? Онда қалай тігін тігетініңді де видеоға сала аласың. Ол арқылы саған осындай нәрсе тік берші деген сияқты заказдар істей аласың. Сен қыдырғанды жақсы көресің. Қалай қыдырғанды түсіре бастайсың. Саған және де приложениелер қыдыру анау-мынау жердің бастығы, яғни қана бір ғимараттың или бір жердің бастықтары саған сұраныс түсіре бастайды. Яғни қана осы жерді видеоға көрсетші деген сияқты. Типа қыдырып көр, және бұл жердің жақсы жерлерін айтып түсіндірсең, мысалға типа сені осы жерде
қыдырып жүргенде сен мысалға сен осы жерде қыдырып жүргеніңді көрген адамдар осы жерге барғысы келеді. Неше түрлі рекламалар түсе бастайды. Типа андай кинозвездалар сияқты, немесе клип түсіретіндер сияқты, яғни қандай клипте неше түрлі киім үлгілері және гаджетті құрылғылар көрсетіле бастайды. Оның барлығы шағын реклама. Типа сол әртістің фанаты, типа менде де осы сотка, осы әртістің сияқты сотка ұстағым келеді деген сияқты сол сотканы іздей бастайды. Типа сондай. Әрине ютубпен бастау үшін ең бірінші сен өзің тақырыптан ойлай бастайсың. Бір тақырыпты аласың, бір тематиканың айналасында жүресің. Яғни айтқанда сен өзіңе ұнайтын нәрсені және қай нәрседе сен шарит етесің, соны түсіре баста. Соған қарай сен оны көтере аласың. Идея досып қалса, әрине сондай өзің сияқты түсіретін адамдарды іздеп, олар не түсіріп жатыр, солардан бір нәрсені алып, мысалға орыс ютубтан іздеп, орыстан қазір түсіріп жатқан нәрсесін және сұранысқа ие тақырыптарды алып, өзіңге қарай типа қазақшалап және өзіңнің кереметтей фишкаларында пайдалана отырып видео жасайсың. Сол арқылы керемет видео шығады. Сондықтан достым, айналамдағы басқалар ютубқа видео түсіріп бастап, осы кезден бастап видео түсіріп, көтеріліп, атақты болып жатқан кезде сен оларды қызғанып отқаннан гөрі сен өзіңде бастаған дұрыс болар. Кеш қалма. Әлі де кеш емес. Ал қазақша контент туралы айтатын болсақ, Қазақстанда ютуб туралы айтатын болсақ, қазақстандық ютуб жылы енді басталды. Сондықтан да ең сонда айтарым, 2016 жыл ютубпен айналысудың керегі бар. Кеш емес. Өзімнің айтарымды айтып болдым. Видеоны аяқтайтын уақыт келді, себебі мен ойымда басқа ойлар жоқ. Ойым басылды. Және сені көп ұстағым келмейді. Егер де бұл видео саған ұнаса, лайк бас. Ұнамаса, дизлайк. Егер де сен видеоны осы жерге дейін көрсең, комментарийге 2019 жыл қазақша ютуб деп жазып кет. Егер сен арнама тіркелмеген болсаң, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып кет. Ол саған менің алдағы түсіретін видеоларымды үзіп алмай көру үшін көмектеседі. Сенімен бірге болған сен Проникит. Келесі кездескенше сау. Сол жақта керемет видео, оң жақта топовый видео, ортасында қызықты кнопка. Таңдау өзінде. Кеттік.